айтамын. Қандай мәселесі? Мен сізге алдында айттық қой сіздер. Сен шешпейсің ғой. Біздер отписка жазасың. Бар білетін сол. Ал енді неге біздің ауданымызға таза қазақ тілді мектеп ашып беруге сонда қандай не бар? Мен Үш мектеп аралас болу керек. 3 аралас мектебіміз бар уже. Жанымызда бір қазақша мектеп жоқ. Сіз айтып жатсыз, микроучасток бойынша қабылдайды деп. Микроучастокте уже аралас мектеп бар. Уже аралас. Не үшін бұны аралас қылып ашуымыз керек? Біз қазақ мектепке барғымыз келеді. Біз қазақ мектепке. Не үшін сіздер күрделі айтып алайын деді, болды ғой енді. Армысың қазақтаймысың қадірлі көрермені. Бүгін 31 қазан Алматы қалалық әкімдігінің алдында тұрмыз. Бұл жерде осы Алматы қаласының ашылған, жаңадан ашылып жатқан 224-ші мектептің бауы әлі жалғасуда. 224-ші мектепті білім басқармасы аралас мектеп қалап ашқысы келіп отыр деп шағымданған ата-аналар мен тіл жанашырлары бүгінде білім басқармасының басшысымен кездесті. Бүгін әкімдікке 30-дан астам ата-ана мен белсенді жиналды. Олардың кейбірі заңгерлерін ертіп келген. Кездесу тағы да даумен басталды. Атымызда берді бізге. Ағалар бастасын. Жоқ, ағалар басын дұрыс айтатынына Маған мысалы атымызда келді, мен сол кісіге ғана айтамын. Қандай мәселесі? Мен сізге алдында айттық қой сіздер. Сен шешпейсің ғой. Біздер отписка жазасың. Бар білетін сол. Аға ренжімеңіздер, алдында барлық адам келіп сізге айтты ғой өзінің арызын. Өз қазағыңды өзің қорлап біттің сен. Мысалы сіз айтыпсыз аға, егов бойынша, заявка бойынша қабылдаймыз, заявкаға қараймыз дерсіз. Ол айтқаныңыз аға сіз ренжімеңіз, бірақ қате. Неге? Өйткені қазір менің қызым 140-та оқиды. Қазақи мектеп. Қоңырауы қазақша болады. Апта сайын қазақи мерекелер болады. Баланы өзінің ұрпағын, өзінің тілін, дінін ұмытпау үшін қазақи нақышта жасап отырады барлығын. Мен сол үшін қызымды 140-қа бердім. 140-та 42 баламен оқып отырды менің қызым. Қазір 3-ші классқа келгенде 36 бала болды. Енді мен неге сіздер аралас қазақ деп нақты жауап бізге бермей жатып, мен неге қызымды қазақи мектептен ауыстырып аралас мектепке беріп отыруым керек. Ол менің ғана уәжім емес, ренжімеңіздер. Барлық ата-ана кеше маған сөйтіп жазды. Лаура, ренжімеңіз, егер бізге нақты қазақ мектеп болады десеңіз, біз 3 күн ішінде жинап алсамыз бәрімізде. Ал қазір сіздер өздеріңізде білмейсіздер, аралас бола ма, қазақ бола ма, келіп бізді үгіттеп отырсыз. Ренжімеңіз деп айтты. Лаура, бізге әкімге келіп отырмыз ғой. Бір сұрақ ретінен қойып, бірінші сұрақ. Ал бірінші былай істейік. Құрметті қауым, негізгі соңғы жағдайды айтайын. Сіз кімсіз? Мен Алматы қаласы білім басқармасының басшысымын. Атым Сайфеденов Сайран Тапенұлы. Күні кеше 30-шы қазан күні біздің мектебіміз жаңағы лицензиясын алды. Білім береміз. Оқытуға рұқсат берілген деген соңғы лицензиямыз. Лицензия жаңа құжаттар өте көп. Өткен кезде айтқан болатынмын. Жалпы мектепті ашу үшін 42 қадамнан өту керек, 42 жаңағы құжаттарды дайындау керек болады. Соны соңғы құжатты алдық. Кеше егов деген жаңағы мемлекеттік жүйеге мектепті тіркедік. Сол тіркелген сәтінде ата-аналарға ескерту және хабарлама берілген болатын. Соның нәтижесі қазіргі уақытта сағат 13:00-ге 31-ші қазан күнінде жағдаймен таныстыруға рұқсат еттіңіздер. Бірінші мәселе, бүгінгі таңда жаңа 13:00-ге біздің 224-ші мектепке 1002 ата-ана өтінішін берді. Осы мектепке қабылдаңыздар. Бірақ сіздер білесіздер, естідіңіздер, ең бірінші басты принцип біздерде мектепке қабылдаған кезде оқу-ағарту министрлігінің бұйрығына сәйкес бірінші микроучастоктың балдарын қабылданады. Одан кейін бос орын болған жағдайда біріншісі толып кеткен мектептерді ауыстыру қарастырылады, және да басқа ұсыныс берілген ата-аналардың арыздары қарастырылатын болады. Бірінші, қазіргі таңда 1002 бала дедім, соның 779-ы жаңағы қазақ тілді оқу алуға, білім алуға мемлекеттік тілде ұсыныс берді.
екіншісі 223 бала ата-ана деген орыс тілде деп айтқан екен. Бірақ жаңа айтып кеттім сізге, микроучасток сұрақтарына сәйкес тек осы 1000 баланың 633-і микроучастокке жатады. Қабылдау керек міндетті түрде заңға сәйкес. Осы 633 баланың 611 баласы қазақ жаңағы сыныптарына қабылдану шешілді. Екінші мәселе жаңағы айтып жатырғандай. Біздер ең басты жаңағы өзіміздің ұстанымызбен, жаңағы белгіленген заңдармен, конституциямен, қағидаттарына сәйкес конституция, заң, білім туралы заң, тіл туралы заң және оқу-ағарту министрлігінің 364-ші бұйрығына сәйкес біздер осы жұмысты ұйымдастырамыз. Енді жаңа орыс тілді мәселесі бойынша сұрақ мынандай жағдай. 16 қыркүйектен бастап сол мектебіміз деген еңбек KZ деген портал бар, жүйе мемлекеттік жұмыспен қамтады, жұмысқа тұрған кезде міндетті түрде сол жерден тіркеліп жұмысқа қабылданады. Әрбір азамат жалғыз мектептер емес, барлық мекемелер. Қазіргі таңда 224-ші мектепке 55 қазақ пәнінен беретін мұғалімдеріміз қабылданды. 12 ұстаз ауысып келетін болды басқа мектептерден. Енді орыс бөліміне қазіргі таңда арыз жұмыс істейміз дегендей, осы жаққа ауысамыз дегендей түскен жоқ. 7 тек қанағы ұсыныс берілді. 7 біздің педагогтарымыздан орыс пәнінен беретін. Сондықтан қазіргі таңда келесі апта білесіздер 2-90 басталады. 2-90 басталады. Мектептің барлық құжаттары бар. Ата-аналар арыздарын берді, беріп те жатыр. Біздер қазір осы бүгін бір промежуточный дейді, жаңа приказдарын бекітеміз, балдарды қабылдаймыз деп 2-90-нан бастап сабақтарды бастап кетеміз. Мына қазақ бөлімдеріне, қазақ сыныптарына тапсырған бірінші солай бастап кетеміз. Орыс сыныпқа тапсырған азаматтарға, ата-аналарға біздер түсініктеме беріп жатыр. Мотивированный жаңа отказ, жаңа бас тарту. Мынадай жағдаймен кадрлық мәселе бойынша біз сіздердің балдарыңызды қазіргі таңда қабылдай алмаймыз деген сондай беріп жатыр. Бірақ жаңа айтып кеткендей, әрбір адамның құқығы бар, әр баланың құқығы бар. Микроучастокта болатын болса, ата-ана өз қандай тілді таңдайды, бұл біз жұмыстарды жалғастыра береміз, кадрлық мәселені қарастырамыз. Бірақ 290-дан бастап қазіргі таңда тағы да айтайын сіздерге 224-ші мектеп қазақ тілі, қазақ кластарымен бастайтын болады. Біз ешкімді күтпейміз де, сондықтан болашақ қалай болатынын көрсетеді. Өздеріңіз көріп жатсыздар, тұрған микроучастоктердің өте жаңағы үйлер салынып жатыр екен көп бұл жерде. Біздің мәліметіміз бойынша бұл жерде мына алдыңғы кезде айтып кетті, ата-аналар келіп 8 мыңдай пәтер дейді, бірақ олай емес. Біздер жаңа аудандық білім бөлімі зерттеу жасаған болатын, сұрастырып 4,5 мыңдай квартира болады екен, оның өзінде 1,5-ға көбейтеміз, балдардың саны солай көбейтін болады. Сондықтан коэффициентті көбейтеміз. Қазіргі таңда келесі 90-ды, 290-ды біздер жаңа қазақ бөлімінен бастайтын боламыз. 224-ші мектеп. Осындай қазіргі таңда жағдай. 611 бала. Қабылдауды тоқтатпаймыз. Қабылдау бірінші айтқандай сізге біздер 369 бала ата-анаға қазір жаңағыдай қабылдамадық. Неге десеңіз, микроучастокқа жатпайды. Бірінші біздер микроучасток қамтамасыз етіп алайық, сосын барып сол жұмысты жалғастырамыз енді. Тоқтайық микроучасток, одан кейін барып жаңа өзіңіз айтқандай толып кеткен мектептер бар. Әсіресе бізде 140-ші мектепті 1100 балаға арналған мектеп 2,5 бала оқып жатыр. Соның балаларын толықтай сыныпты мұғалімдермен көшіруге жоспарда, ата-аналармен жұмыс жүргізілді. Ата-ана жаңағыдай психологиялық әсер бермесін дегендей етіп балдарға деген, сондықтан өзінің жаңағы класс жетекшісі алып келетіндей жағдай жасап жатырмыз. 65-ші мектепте ауысатын ата-аналар бар. Ол жерде де бізге босату керек. Неге десеңіз, ол жерде де 40-тан сыныптарымызда 30-дан және 35, кейбір жерлерде 38 балада отырған жағдай бар. Сол жерде де толықтай қазақ сыныптарын біздер осы 224-ші мектепке ауыстыратын боламыз. Қазіргі таңда соңғы ақпарат осындай. Сосын тағы да ресми түрде құрметті қауым, құрметті жаңа
тіл жанашырларымыз, ағаларымыз, апаларымыз тағы да айтамын, осы күні кеше келіп түсіріп кеткенде көп нәрсені кесіп тастап бізге басқаша көрсеткен жағдайлар бар. Мына орыс, Ресей азаматтары келіп, әлде болмаса басқа елдің азаматтары келіп, сол жерге тіркеліп, осы мектепке орыс сыныптың, орысқа баратындардың, сыныптарға баратын санын көбейтейік деген жағдайды деген айтып жатырғаны. Мен сіздерге ресми түрде айтайын, жалған әңгіме, ешқандай мектеп деген мектептің заң бойынша, ереже бойынша бекітілген құқығы жоқ бөтен елдің азаматының баласын қабылдауға. Ол шешім бәрі деген бекітілген, бәрі жазылған, міндетті түрде шетел азаматы болатын болса, қазіргі таңда олар міндетті түрде, ресми түрде жазбаша біздің білім басқармасына арыз береді. Сол арыз қарастырылып, профициттік мектеп, орны бар, өзінің нормативтік сәйкес отырған мектептерге жіберіледі. Бұлай әсіресе жаңа келешек мектептерге ондай қарастырылмаған. Сіздер білесіздер, 224 мектеп бұл деген президентіміздің біріншіден бастамасымен салынған мектептердің бірі. Болашақта қарастырылған келешек мектептердің жобасы, ішкі методикасы, сабақ беру әдеті бәрі басқаша өзгеше болады. Сондықтан бұл айтуға болады, эксперименталды болады. Сол болашақта жалпы бүкіл қазақстандық мектептер осындай келешек мектептердің денеден сай болу керек деп жалпы жоспар сондай. Енді қазіргі айтып тағы да қайталағым келеді, ешқандай шет азамат, мемлекеттің азаматтардың балдар ол жерге қабылдамайды. Қабылдаймыз, бірақ басқа профицитті мектептерге қабылдайтын боламыз. Осындай сізге айтқым келіп отыр. Жалпы сізге сұрақ. қазір мен айтып жатырмын. Қайталап жатыр ғой. Бұл жақсы айта беріңіз. Жоқ, бітіріңіз. Осы жағдай, жаңа айтты, портал жабылмайды, портал қабылдайды. Әрекеттерімізді айттым тағы да сіздерге 1-2-3 дегенде етіп. Микроучасток, толып кеткен сыйымдылығы асып отырған мектептердің біріншісі, сосын тағы да қарастыратын боламыз. Ұсыныс болса, ата-аналарды берейік деп едік, әкелеміз деген микроучастокқа жатпаса да соларды қабылдайтын боламыз. Жалпы балалардың саны қанша болу керек? 2,5 болу керек. 2,5 мың. Ертең содан кейін орыс тілі болып ашылысы бәрібір мүмкіндік сондай бар. Онда болып тұр осында. Қазір айтып жатырмыз. Қазір педагог тапшылығы. Ол бізге қатысы жоқ, сіз кепілдік бере алмай тұрсыз ғой. Бір минут сұрағыңыз. Тұра тұрыңыз. Мына кісі жаңа конституцияны аузына алды. Қандай бап қосыйынтыңыз? Айтыңызшы. Қандай бап қосыйынтыңыз? Мынау Қазақстан деген мемлекет унитарлы титул деп бұлар. Мына халық қазақтар. Ата бабасынан келген жер. Сіз анау мынау деген сөзді қойыңыз, орыс деген сөзді аша аузыңызға алмаңыз. Одан кейін бәрі қауіптеніп тұр. Ертең аралас болып кетеді. Сіздер сөздеріңіз еш уақытта тұрмайсыздар. Ана Тоқаевтан бастап ешкім тұрмайды өтіп. Соға бересіздер. Сондықтан халық ол Конституцияның 3-ші бабында жазылған. Биліктің көзі деп. Давайте мына балаларға, кісілерге түгел жазып. Конституцияда жазылғаны бар. Қазақстан азаматтары тіліне, дініне, ұлтына қарап бөлінбейді, бәрі тең деп айтқан. Сондықтан сіз конституцияны Конституция правадан сабақ берген немен танысасың ба? берген болсаңыз, сонда сіз оны бәрін айтыңыз. Сұрақ жауап бересіз. Айтыспайды, бітірсіз. Сіздерге. Біздер ең бастысы қазақ тілінің басымдығын игереміз, басымдығын біле отырып, жасай отырып, бірақ тағы да заңға сәйкес, тіл туралы заңға, білім туралы сәйкес, заңына сәйкес, біздер міндетті түрде мектептің тілі ата-ананың арызына байланысты. Қайсы? Біздің заң мойындаймыз. Қанша мұғалім болу Заң аясында сөйлеп отырмыз. Жалпы Ағандар, мен есім Айдар. ата-ананың атынан деп отырмын. 2,5 мың адам болу керек, оқушы. Қанша мұғалім болу керек? Орыс тілі болып ашылып кету үшін қанша мұғалім болу керек? кемінде 70 адамдай болу керек. 70 адам болу керек. Ал қанша уақыт күтесіздер ол сіздер? Біздер қазір жұмыс жасап жатырмыз, зерттеп жатырмыз. Тапшылық бар, мұғалімдер жоқ. Әсіресе мұғалімдер жоқ, біздерде бастауыш сыныпта тапшылық. Және математика, химия, физика пәндерінен мұғалімдер, орыс тілінен жалпы қала бойынша дефицит. Сондықтан кейбір мұғалімдер 2 мектепте барып сабақ беріп жүрген жағдайлар бар. Белгілі бір уақыт мерзім болу керек, 70 адам сіздер ала алмайсыздар. Сол кезде халық сене ала ма? Қазақ мектебі ашылатынына. Сіздер айтып отырсыз, біз күтеміз әлі де. Қазақ мектебі ашылады, бірақ біз күтеміз. Қашан күтесіз? 5 жыл күтесіз ба? Сол халықтың ала аламыз ба? Енді тағы айтып отырамын, бұл деген
ата аналардың сұранысына байланысты. Екі сұрақ мына жерде. Бірінші, бұл жерде қазір кадрлық мәселе, екіншісі класс комплект. Мынандай жағдай болып қалуы мүмкін. Кейде бірінші, екінші сыныпқа 8 бала, 9 бала, 12 баладан болған кезде сынып ашылмайды. Класс комплект біздерде 25 баладан аспау керек, бірақ жалпы ереже бекітілмеген, 20 адамдай болу керек. Мен сұрағым түсінген жоқсыз. Мерзім бар ма? Мерзім бар. Қанша уақыт? Қазіргі таңда біздер осы бір айдай қарастырамыз. Бір айдан кейін егер 70 адам жиналмайтын болса, мұғалім қазақ мектебінде біз қуана аламыз ғой. Таза қазақша болады. Жоқ, Жағдайда бұл ата-аналардың сұрақтары жаңа сұранысына байланысты біздер міндетті түрде ол ұстаздарды тауымыз керек, іздеуіміз керек. Болмаған жағдайда ашылмайды, не істейміз ол. Ашылмайды, міне ата-аналар сұрап тұр ғой. Қазақша болу керек. Сіз айтып отырсыз, Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-ші бабының 1-ші тармағы, тіл туралы заңның 4-ші тармағы қазақ тіліне басымдық беріледі дедіңіз, иә? Сіздің жағдайыңызда қазақ тіліне басымдық қалай беріледі? Беріліп отырған жоқ. Енді бас қабылдап жатырық қой. Ең бастысы қазақ тілі. Заң бойынша айтып тұрмын, басымдық мемлекеттік тілге беріліп тұр заңда. Иә. Ал осы бана аралас мектепте қалай беріліп тұр, қай заң нормасымен беріліп тұр? Ол орысқа барса да ол міндетті түрде қазақ тілі жоқ қой, яғни оқу керек болады. Тағы айтайын, жаңа ата-аналар көтеріп жатқан сұрақтар, ана болады, 140 мектеп келіп жатыр. Ол жерде кім айтты, мына 224 мектепте қазақ тілі болмайды деген дейді. Қазақ тілді ісі әлде болмаса құжаттар жүрмейді деп, әлде жиналыстар жүрмейді деген дейді. Баламен жұмыс жүрмейді деген дейді. Ата-аналардан сұрақ бар. Аралас мектепте оқитын ата-аналар кеше кім 94-тен кеше айтты, сіз айттыңыз. Басымдылық орыс тіліне беріледі. Басында сәлеметсіз бе деп бастайды. Ары қарай уважаемые ученики деп. Мен өзім аралас болған білемін. Дұрыс айтасыз. Біздің көп ата-аналар ренжімеңіз. Біздің сыныптағы басқа көршілердің бәрі аралас болса ауыспаймыз деп. Былай істейік, қазіргі таңда бұл орыс сыныбы ашылады деген сұрақ деген шегерілді ғой. Пока жоқ бұл деген да. Енді ондай болатын жағдай болатын болса, аралас болсын. Бірге барайық, бірге жұмыс жасайық. Біз сіз шақырамыз сол жерде. Жалпы сол қазақ тілін сол жерде қалай қабылдап, сіз келіп зерттеңіз, көріңіздер ондай жағдай болса, орыстың басылған жағдайда. Біз сізді қоғамдық ағаларымыз біз шақырамыз сіздерді. Бірге зерттейік, бірге көрейік, ескерту жасайық, бізге беріңіз, мектепке берейік, мұғалімдерге берейік. Бірге талаптары аралас мектепке балалар келгісі келмейді. Сіз бір нәрсені түсініңіз. Қазақ тілі төмен жоғары деп тұрған жоқ. Балалар аралас мектепке кіргісі келмейді. Солай ма? Солай. Аурасы болсын, ауасы болсын кіргеннен кейін ол орыс тілі сол өзі жүреді. Мен ата-анамын, осы ауданда тұрамын. Ақсай ауданынан көшкен, Бостандық ауданына, осыдан 8 жыл бұрын. Сол кезде жалғыз 140 ғана мектеп қана бар, ол жерде қазақ мектебі деген. Сосын біз ол мектепке бардық, бірақ біздің үйіміз ол мектепке жатпайды. Жалынып жүріп, директоріне жалынып жүріп, балдарымызды қазақ мектепке бердік. Содан кейін ғана барып, 7 жылдан кейін 94-ші мектепте орыс мектеп болған түгел. Сол жерден 2 сынып ашылды. Сосын айтты, ешқандай үйге қарамай, микроучастке қарамай сол жер алынады екен деп біз қуанып сол мектепке балдарымызды бердік. Бірақ мен сізге айтайын, Наурыз мейрам бұл жерде мүлдем тойланбайды. Таңертеңгі болатын, 1-ші қыркүйекте болатын линейканың бәрі тек орыс тілінде болады. Ол жерде орыс сабыштары сөйлейді. Бүткіл мерекелердің бәрі орыстар мерекелер болады. Ол жерде біз қазақ ретінде өзімізді ешқандай да ондай бір сезіп жатқан жоқпыз. Сондықтан да ол мен жүрегім ауырады да. Неге біздің ауданда қаншама орыс мектебі бар, 65-ші мектеп бар, 22-ші мектеп бар, 94-ші мектеп бар. Қазақ мектептеріне сұраныс болғаннан кейін ол жерде сіздер 2 сыныптан ашып отырсыздар. Ол 7 жыл ғана бұрын ғана іске асылған нәрсе. Ал енді неге біздің ауданымызға таза қазақ тілді мектеп ашып беруге сонда қандай не бар? Мен өзім жедел құқықтық көмек осы мәселе бойынша келдім да. Негізі біздің білім саласына реформа керек сияқты. Ең бірінші, мына Алматы қаласы осы мектепті салатын кезде алдын ала сұрау салу керек. Халықтың санына қарап. Қазір ғана бұл кісі не істеп отыр? Естеріңізде Павлодарда осындай болды ғой. Қазақ тілді ұлт пен орыс тілді ұлттардың арасына бәйге салып, бір-біріне қарсы айдап салып отырған өздері. Неге олар былай жасайды? Қазір кезінде цифрландыру кезінде миллиардтаған ақша бөлінді. Цифр департаменті қазір жұмыс істейді, ақша. Қазір президентіміз қазір жасанды интеллект деген министрлік ашып жатыр. Халықты бір-біріне айдап салу технологиясын пайдаланып қазір
бір-біріне бәйге салып қазір бүкіл Қазақстан әлем көріп отыр. Біздің халқымыз. Басқа мәселеге бұрмаңызшы. Енді тоқтаңызшы, енді енді сіздер айтыңыздаршы. отырған азаматтар басқа жаққа Жарайды, сұраққа келейік. Енді қараңыз, сіздер бәйге саламсыздар да, бірақ мен осы мектептің 224-ші мектептің жарғысында Арос мектепте жазылған ба, қазақ мектепте жазылған ба? Қалай жазылған айтыңыздаршы? жарғысында қазақ тілі деп жазылған. Қазақ тілінде мекеменің мөрі болады, жарғысы болады, нақты нүкте қойып деген сұрға нүкте берейін. Енді ағайындар, жаңа айтты ғой сен, тыңдаңыздаршы, тағы да бір айтайын. Тағы да айтайын. Бірақ жарғы деген ол ішкі құжат. Бұдан да жоғары заңдар бар. Сондықтан заң тіл туралы, білім туралы заңға сәйкес ата-аналар өздері тоқылы тілдерін таңдауға, қандай болса да жиналса, ол өзгертіледі. Устав деген жарғы деген. Жоқ, изначально басында қазақ тілі мектеп, қазақ мектеп болады, қазақ мектеп болу керек, болды, аралас, қазіргі таңда осы 2-ші тоқсанда мектеп қазақ тілде ашылады. Өйткені кадр жоқ, класс комплект жоқ. Енді болашақ не болатынын оны көреміз. Сондықтан әзірге қазақша басталады. Енді алғашқы қадам қалай болды? Енді ары қарап солай қалып жаңа айтып отыр қарындасымыз. Мектепте наурыз тойланбайды, анау болмайды, мынау болмайды. Бірақ қазақ тілі болып ашылады. Директоры қазақ, мұғалімдері қазақ. Бұл жерде ондай проблема туындамайды деп ойлаймын. Білім басқармасы тарапынан, біз тарапынан оның бәрін бақылаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, мына жердегі сіздердің тілге байланысты айтып отқан мәселелеріңіздің бәрін түсінемін. Мен де жаным ауырады. Бірақ бір байбаламға салып, оны ана болады екен, мынау болады екен деп, қазақтың ортасында отырып, оны басқа бір ұлтаралық басқа мәселеге айландырмауларыңызды мен сұраймын. Заңгер ретінде сіз бәрін түсініп отырсыз. Азаматтарға заң аясында түсіндіріп айтыңызшы сіздерді. Мемлекеттік тілде жарғы қазақ тілде жасалды. Қазақ тілде ашуға келе жатыр. Кім сіздерге нұсқама берді араластырып ашуға? Қайдан балалардың құқы бар, балалардың өздері. Заңгер болсам, оны жақсы түсінуіміз керек. Мен жақсы заңгер жаман ба? Орыс тілділерге мектеп керек болса басқа салып бермейсіздер ме? Неге осылай рұқсат болса басшыны ұстай алмайсыз, анда-санда бір ұстайын. Мен сізге сұрағым бар. Сіз қанша жыл осы жерде басшы болып отырсыз? Бір жарым жыл жаңа келдіңіз. Мына мектеп қашан салына бастады осы 224? Бір жыл бұрын. Сіздің кезіңізде басталды. Солай ғой? Сіз басшысыз. Сіз оның алдында, мына жаңа балаларымыз айтып кетті. Бәр жерде сұрақ, жауап, қай семья, статистика қолыңызда. Неге алдын ала ескертілмеді? Неге біз қазір мына жерге келіп осындай шаһарданы бәйгені жасаймыз? Тағы айтайын, статистикаға санап адамдарды мынау мынандай болады, анау анандай болады деп айта алмаймыз. Тағы айтайын сіздерге, ең басты тілді, мектептің тілін ата-ана таңдайды. Сұрақ қойын деп отырмын. Мен жаңа дейін сол сұрақты қойдым сізге. Ол сұрақ сіздің сұрағыңызға жаңа келіп, сізге қайта-қайта бір бұрышқа келіп тіреле бересіз бейді. Бір бұрышқа келіп тіреле бересіз. Екі заңда келіп тірейсіз екен. Бір заң, қазақ тілділерінің анализ жасалады, бірақ ол жерде пәтерлер салынады, адамдар кетеді, сондықтан ол жасалған анализ өзгеріп отырады. Сұрағым былай. Сіз ата заңды алып келесіз де, әр адамның оқу тілін таңдауға құқығы барды алып келесіз, соның артына барып жасырына қоясыз. Бұл жерде қазақ тілі
көбейіп тұр қазақ тіліндегі. Және сіз ана микроучастоктерді алға тартасыз қайта. Микроучасток деген сол үшін микроучасток. Мына жерде микроучасток болса, жанында көрші микроучасток бар. Ол жерге орыс мектебін жариялап, мына жерге қазақ мектебін жариялауға болмай ма? Болады. Неге болмайды? Сіз айтасыз. Статистикаға біз түкірдік дегенде айтып отырсыз. Ең мәселе статистикада. Ең бірінші статистика қанша адам қазақ тілді? Мәселе белгіленген заңда. Ол жерде жаңада салып отқан үйлер Жоқ, бар. сізді заңды қарама-қайшы келтіріп отырсыз екі заңды. Екі заңды келтіріп, соның ар жағынан қалай тіреп отырып сізге қазақ тілді көбейіп отыр десе, сіз айтып қайтадан келіп, о микроучастоктағы тұрған басқа ұлттардың правасы бар деп шығасыз. Улус өкілдері бұл. Жоқ, оны біз жақсы білеміз. Сіз бірінші класстан бастап білеміз оны. Тарта бересіз. Басқа ұлт төмен деген әңгімені сіздер. Ешкім әлемдік ешкім бұрмалап отырған жоқ. әр өзіне титулдылық деген болады. Өзіңіз бұрмалап Сіз бұрмалап айтып отырсыз ғой жаңағы. Мен ешқандай бұрмалап отырған жоқпын. Мен бір сөзінде бұрмалап болған жоқпын. Мен бір сөзінде бұрмалап болған жоқпын. Ағайындар, ешқандай проблема көріп тұрған жоқ бұл жерде. Қазақ тілінде балалардың бәрі мектепке барады. Бұл адамдар не істеп тұр Қажет проблема болған жағдайда орыс тілінде ашылады. Қазіргі жағдайда қазақ тілі болып ашылайын деп тұр. Әңгіме тамам. Бөлек мектепке болсын. Жауап бердік. Қайталай берген ол не ішіп шықпайды. Осы нәрселермен тұрған 82-ші жылдан бері айналысып келе жатырмыз. 82-ші жылда соны орынбасар болып осы Қазақстанда, оның ішінде Алматыда қазақ мектептерімен ашумен айналыстық. Сол кездегі біздің арманымыз тіпті аралас болса да бір мектептің бұрыштарынан қазақ кластары ашылса деп армандайтынбыз. Советтік кезеңде, отаршылдық кезеңде. Ал енді қазір тәуелсіздік алған кезде аралас мектеп дегендердің әңгімені оны мүлде қою керек, саясаттан шығару керек. Неге? Өйткені аралас мектеп деген кезінде патшалық Ресей заманынан бастап қазақтарды орыстандыруға қарай бағытталған саясаттың көрінісі болады. Енді біз қазір тәуелсіздік алған кезімізде неге біз аралас мектептің құрбаны болуымыз керек? Мектепте қазақ болсын, қазақ орыс болсын. Сіздер билік орындарының адамы болғаннан кейін, осы қазақ ұлтының азаматтары болғаннан кейін сіздің де жүректеріңіз қазақ деп соғу керек. Сондықтан түрлі шаралар жасаңыздар, заңға келтіріңіздер де жаңағы кадр жетіспейді деген сияқты аралас мектептерді осы біздің өмірімізден сыпыру керек. Тек таза орысша болсын, таза ұйғырша болсын, бірақ негізгі қазақтың тұратын жердің бәрінде таза қазақ мектептері болу керек. Аралас мектеп, аралас некеден қазақ тілі өледі. Аралас некеден қазақ тілі өледі. Аралас мектептен қазақ ұлты өледі. Айтқаныңыз өте орынды. Енді жаңа біз айттық қой, әңгіменің қайда баратқанын түсіндіңіздер, енді оны ашық деп отқан жоқ. Сондықтан қазақ тілі бұл қазір ашылды ма? Бұл мәселе жоқ. Енді болашақтың еншісінде. Үшінші қазан күні ресми қазақ тілі Қазір міне мамандардың несіне қарай қазақ тілінде балалардың бәрін біреу-біреуді бөлмей Сіздер жауап берген жақсыздар ғой әлі. Сіздерге не тұрып кету? Халыққа менсінбей? Я ол менсінбейді. Халыққа кеткен кезде тұрасыздар сіздер. Еркене келіп отқан жоқ қой сіздерге сұрақтарға жауап алу. Жоқ, маған жауап берші. Не? Сыйламастық бұлар. Ағамыз бізден кейін сұрамайсыздар ма халықтан? Бізден кейін сұрағымыз айтып сұрағымыз. Осымен сөзім тамам деп тұрып қойды, қойыңыздар. Әдеп кодекстеріңіз бар.
Дұрыс. Білесіз ғой? Сұрақтың бәріне Мына қара қайтарып жатыр сұрақтарыңызды. сіздер құзырет көруге келіп тұрған жоқ. Жақсы. Сұрақ қоюға келіп тұр, сөз айтуға келіп тұр. Біртіндеп қойыңыз. Сіздердің құзыреттеріңіз бар, сізді түсіруге жоғарғы оқу ағарту министрлігіне сіздер әлеуметтік желі ілеспеу керек. Білесіз, ол бойынша сіздер түсіре аласыздар. Түсіріңіздер. Халық сұрап отыр деп. Халықтың сұрауы сол. Ол шиеленіспеу үшін келіп отырмыз. Шиеленіске отырмыз сізге. Сіз сұрақ шештіңіз ба қазір? Шешкен жоқсыз. Түсіндіріп айтып. Онда жоғары қарай беріңіз ұсынымды. Ауыз біршілікке Былай жеке мынау кісі мынау ініміз менің ғана іні болып келеді баламдай шығар бұл кісіге тек қана батылдық жетіспейді батыл болып халық менен сұрап тұр тек қана қазақ ол адамдар шешеді ата-аналар сұрақ қойсын. Сұрақ қойсын. шуылдамай әңгіме айтайын нұртас оңдасовтың айтқаны бар бәрін біліп алыңдар сіздер бірінші біліңіздер ешкімнің атынан жала жапқан емеспін дейді арым таза біреудің аты жазып анау 37 жыл сотталғандардың атына ары жазып қолым таза дейді жүзге бөлген емеспін арым таза сіздердің арларыңыз таза болу үшін ұлт үшін өлуге жанды жасау аралас мектепке қоймау керек Кісіні таңдасыншы мына шеттен бастап кезек Жаңа айтып жатсыз ғой, әрбір ата-ана құқылы депші. Бірақ менің өз көзімде бар, мен дәлелдеп те бере аламын. Орыс тілді мұғалімдер ата-аналарға жасырын түрде ма білмедім, бірақ орыс тіліне беруге үгіт насихат жүргізеді. Мемлекет тарапынан не үшін қазақ егер біз 70%-дан астам қазақ болатын болса, қазақ тілін дамыту жолында қаншама бюджет бөлініп жатыр, осылайынан үгіт насихат жүргізілмейді. Соны айтыңызшы маған нақты. Орыс тілді мұғалімдер үгіт насихат жүргізеді. Мына аталарымыз отырған аналарымыз. Жоқ, мемлекет тарапынан болу керек ол. Неге? Біздердегі қазіргі таңда ең бірінші сұрағыңызға сіздің орыс мұғалімнің тілді мұғалімдер барып балдар тартады деген мен тағдай бұл жалған әңгіме. Дәлелдеп беріңіз, көрсетіңіз. Дәлелдеп беріңіз, көрсетіңіз. Жалған әңгіме. келесі мен сәлем былай деп отырмын да байлар мәселе былай деп сіз бізге қазір бәріміздің талабымыз ретінде былай бізге айтыңызшы нақты ашық аралас мектеп болмайды осы қазақ мектеп болады деп айтыңыз бірақ себебі біздер мен түсіндім сұрағым просто қазір біз 85%-ке келдік қой қазағымыз бәрі жағымыз қазақ мына ата-аналар мына тұрғанда олар аралас мектепте оқығысы келмейді соны ашық айтыңызшы болды бірінші ешкімнің құқығы тапталып жатырған жоқ біріншіден жаңа айтып кеттік екінші тоқсанды біз қазақ тілімен бастаймыз қазақ тілі қазақ сыныптарымен бастаймыз екіншісі жаңа ағамыз айтқандай мен мемлекеттік қызметкер ретінде бүгін болады аралас болады деп айта алмаймын сіздерге неге десеңіз ар жағында деген басқа азаматтар тұр ғой жарғы бар ғой олар тұр жарғы деген тағы да айтайын заңнан үлкен емес биік емес заңда бәрі бекітіліп жазған ол формальный документ устав деген сондықтан тағы да айтайын ағалар мемлекеттік қызметкер ретінде мен конституцияға заңдарға бағынамын барлық заң жазылған мен ондай құқығым жоқ сіз бүгін қазақша болады мынау орысша болады дегендей бәрі деген бекітілген бәрі жазылған ата-аналардың сұранысы бойынша дегендей қазіргі таңда сұраныс басымдылық алуда қазақ тілін кадрлық тапшылық бойынша біздер орыс тілін бұл жерде аша алмай отырмыз мен тағы сұрағым бар еді сол мектептің жанында жекеменшік бостандық қанша жекеменшік мектептер бар орыс тілде жекеменшікте бар ма бар неге оны сіздер ұйымдастырып мүмкін ол кейбіреулер жаңағыдегі сол жаңа ресей тілінде оқысы келсе онда сол жаққа ұйымдастыруға да болады ғой иә кәсіпкерлерге ұсыныс жасаңыздар кейбір бизнес орталықтардың арасынан жаңағыдегі мектеп ашуға 50 баладан 100 баладан қабылдайтын ондай болады ғой жасап жатыр ол жұмыс жүріп жатыр жаңа сіз айтып өттіңіз ата-аналар шағым айтты қазақ тілі мен орыс тілі аралас мектепте міндетті түрде орыс тілінің үстемдігіне ие болады орыс тілі бірінші тіл болады қазақ баласы әр уақыт екінші планда болады ынжық болып солай өсіп жуас болып педсоветтің өзі орыс тілінде өтеді иә жаңа сіз айтып өттіңіз сіз айтып отырсыз олай болуы мүмкін емес дедіңіз сіз маған сондай фактіні көрсетіңіз дедіңіз енді мына жерде ата-аналар отыр келесі жолы міндетті түрде видеоға түсіріп наурыз болмайды деп отырсыздар
бәрі орыс тілінде өтеді деп отырсыздар. Алып келіп мына кісінің алдына тастаңыздар, сол мектебіне тексерсін, нәтиже жасасын. Әйтпесе мектепті бөліп, таза қазақша, таза орысша жасасын. Болашақта. Сіз соған жауап емессіз ғой. Өйткені сіз айттыңыз жаңа, жоқ, бәр жерде тегіс бәр жерде. Менің 3 балам мына 15-ші гимназияны бітірген. Ол да аралас мектеп. Ол жерде де тура сол. Олар солай бітірді, қазір олардың өздері әке. Мен оны өз көзіммен көрдім. Мен түсіріп, мен кімге әкеліп көрсететін білмеймін. Мен сіз айтып отырсыз, маған әкеліңіздер деп. Келесі жолы мына кісінің алдына келіп тастаңыздар бірнеше видеоны. Фактически, міне. Жақсы. Қазақ тілінде ущемление, қазақ баласына ущемление болып жатыр. Сондықтан мектеп бөліңіз. Ұсыныс жасайық, азаматтар. Біздің талабымыз мынандай. Сіз айтып отырсыз ғой бағана, дұрыс айтасыз. Әр ата-ананың өзінің құқығы бар, таңдау. Бірақ 51% егер қазақ тілін таңдайтын болса, қазақ тілі болып ашылатын кепілдік бересіз ба? Мектепке баратын балалардың. Қазіргі таңда ма? Осы мектепте айтасыз? Осы мектепте қазір 611 бала қабылдап тұр. Жоқ, ашылуға дейін әлі бар ғой уақытымыз. Ашыламыз ғой. Дауыс арқылы қазақ қазір бұл кісілер айтады, біз аралас мектепке бармаймыз дейді. Бұлардың таңдауы сол. Ол неге байланысты емес, жаңағы 50%, 20% дегендей сұраныс болатын болса, класс комплект болса, бір класс болса да ашылуға неге болмайды? Біздер қазір орыс сыныптарда, орыс мектептерде қазақ сыныптарын ашып жатырмыз. Бір класстан. Сізге қазір айтты ғой, ол орыс мектебін таңдағандарға неге бөлек мектеп ашып бермейсіздер ме? Сонда олардың таңдауы биік болады да, максилердің таңдауы жоқ бола ма? Бұлар аралас мектепке кірмейміз деп отыр. Қарастырылып жатыр. Біздің құқығымыз осыны неге хаттама ретінде толтырып жоғарыға жібердіңіз? Сіздерге хаттама да толтырған жоқ, келіп отыр. Bunu жазып отырсыз ғой, сол бәрі қазір ескеріп Бұның барлығы тарихта. Онда халық талап етеді сіздер осы жиналыстың хаттамасын жоғары қарай жеткізуге, бізге беруге көшіріңіз. Кестік па? Реформа керек сияқты осы жағдайға байланысты. Халықтың ұсыныстарын бәрін тексеріп, осы жерде кіргіземіз, хаттаманы аламыз. Егер ертеңгі кезде сіз сөзден тайқитын болса, біз сізге жоқ береміз. Кестік па? Ұлттық мүдде тағы бір ұсынымыз. Әлеуметтік жағдайды шиеленістірмес үшін кез келген заңды айналып өтуге болады. Сондықтан қазіргі әлеуметтік шиеленіс жағдай мынандай болып көтеріліп барады, резонанс туып жатыр. Бүкіл Қазақстан көтеріліп жатыр. Сіздер көріп отырсыздар ма? Соны ұсыныспен оқу ағарту министрлігіне жеткізіңіз. Осыны алдын алу үшін бұл мектеп қазақ тілінде ашуды талап етеді. Бір айдан кейін орыстан көбейсе, қайттан ашамын деген сөзін салыңыздар. Бұл кісіге не ала бермейді. Халықтың пікірін ескеруін сұрап отырмыз. Соны жоғарыға жеткізіңіз. Бәрі жаңағы айтқандай хаттама жасалынады, ұсыныс жасалынады, осы кездесудің протоколы жасалынады. Оны міндетті түрде бұл алдында тағы да 5-6 кездесулер болды, оның бәрі біздерде анықтамаларымыз бәрі бар бізде. Үшінші соңғы ұсынысымыз, келесі рет біз тағы да жиналамыз, бірақ осы жерде әкімнің орынбасары өзі келсін. Жақсы. Бір ұсыныс бола ма? Қазақша берем баламды десе, Әкімнің орынбасары түсіп қалған адам ана. 90 күні, 3 күні балалар мектепке барады. Сонда сіздер ресми түрде қалай мектепті ашасыздар? Аралас деп па, немесе қазақ мектебі? Онда ештеңе жазылмаған, бекітілмеген, мынандай тілде ашылады дегендей ленейкі жаңағы салтанатты шараның бәрі толықтай барлық тек қана қазақ сыныптары ол жерде болады. Сондықтан міндетті түрде бәрі қазақ тілінде жүргізіледі. Ол қалай ашады? Қазақ мектебі ашады. Қазіргі таңда Құрметті қоғам мен айтайыншы, мен маған сенім хат берген еді. Нұрден Айнара дегенде осы бойынша шағым жазды, кеше жарғын сұрадық мектеп директоры қабылдамай құжатымызды. Бар басқарма қабылдап ал деп. Содан кейін келесі оған шағым жазды. Ие өтініште бір арыз өтініш жазайын десек, 224-ші мектепте ие өтініш базаға тіркелмеген. Сол жан мәселесі шешілді. Айттық қой жаңағы ие өтініште мұндан бәрі. Ие өтінішті. Жоқ, ие өтінішті қабылдамады біздің неміз. Жоқ. Келесі Қазақша дегенді қабылдамай жатыр, осы сұрақ. Иә, келесі тағы да айтайын, мынаның бәрі ие өтініште қабылдап жатыр, кешеден бері. Еговпен қабылдады. Жоқ, Еговпен деген. Еговпен, иә, арыз өтініш жазайын десек, біздерде базада енгізілген. Біздерде, иә. Цифрландыру департамент. Енді күні кеше ашылған мектептің лицензиясы кеше алған мектептің енді келесі апта енгіземіз. Айтайын дегенде Нұрдин Айнараның өтініші бойынша осы мектеп мәселесі бойынша біздің бар ғой, жаңағыдай мәслихаттың шешім сәйкес бейбіт шеруге 100 адам шығуға деп мен
әкімге арыз жаздық бейбіт шеруде оған регламентін жаздық хабарландыру жаздық осы мектеп мәселесі бойынша Айнұра Нұрдин деген мәселе бойынша жазыңызшы мен 100 адамды ұйымдастырып беремін сол жерге шығып қазақ тілді мектепте болу талап бойынша аралас мектеп болмасын деген иә сол бойынша жазып қойдық енді бұған ішкі саясат бірақ мәселе осындай мәселе өткізіп жатырсыздар ғой ағасы ішкі саясат егер де біздің ішкі саясат біздің хабарландыру өтінішін бас тартса амал жоқ біз енді соттасамыз ішкі саясатпен себебі ішкі саясат өзі не қылады ғой жаңағыдегі қарастырады ғой даму басқармасы митинг өткізудің мақсаты сіздер жеткізу ғой міне жеткізіп отырсыздар ғой мәслихаттың шешіміне сәйкес біз жазып отырсыздар өтініш білім басқармасы айтады Сайран сізден былай өтініш мына халыққа конфронтация жасамау үшін халықты шулатпау үшін келесі мектепті ашқан кезде мысалға қазақ мектебі деп айту керек болды қазақ мына жерде 224-ші мектеп қазақ 225-ші мектеп қазақ мектебі ашылады сол кезде бүткіл сұрақ жойылып қалады да ешкім орыстар да келіп жүгіріп келіп айтпайды ешкім де келіп айтпайды бұл мектеп қазақ болады да бәрі қазақтар біз 90% біз Алматыда қазақтар келеді де балдары біледі осындай конфронтация шу неден пайда болды бұл шу себебі сіздер айттыңыздар бұл аралас мектеп болуы мүмкін деп отырсыз да содан қайттан бәрі шулап отыр да сондықтан Сайран Айдар сіздерден өтініш болашақта 225-ші мектепті ашқан кезде мынау қазақтың мектебі қазақша мектеп деп болса қазақ 100% қазақ жиналады и конфронтацияда айқай-шуда болмайды. Жекеменшік мектеп мәселесін шешу керек. Себебі кейбіреулер мысалы айтып 20 адам болса бір класс ашылады. Ондайларға неге бір жекеменшік мектеп ұйымдастыра салуға болмайды? Сондай содан кейін мынандай ұсыныс болып жатыр. Мына мұғалімдерге ата-аналар қысым жасалынып жатыр деген. Ондайды білмеймін сіздерге жетті ма жетпеді ме ондайды қою керек. Бәрі базарда әңгімелер ғой. Дәрігеріңіз ғой, вы можете же попросить, если есть знакомые, просто вас прописать на пару месяцев, потом тихо переехать. Оны қазір миграциялық полиция ол туралы осындай, бұны бәрі біз қадағалап отырмыз, шарттарды осындай ақшаға тіркейміз, мен жауап берейін апай. Ақшаға тіркейміз, мынаған уақытша тіркейміз, ертең шығарып жібереміз, арызыңыз беріп аласыз деп. Миграциялық полиция оның бәрін тексеріп жатыр, чаттардың бәрі біздерде қазіргі таңда құқық қорғау органдарының қадағалауында. Сондықтан ондайға жол берілмейді. Ол шығып кетсе де бәрібір де микроучасток бізге екінші күні барып тексереді, үшінші күні бәрі міндетті түрде тіркеулер бәрі тексеріледі. Бұл қарастырылып жатыр. Яра апай сізге сұрағыңыз бойынша. Мұнда бірнеше дәлел бар. Енді құқық қорғау орындар жұмыс жасайды. Қазақ мектебінде оқығымыз келеді деген ата-аналардың тілегін орындауға заңды көлденең тартқан қаланың бас мұғалімі сабақ кестесіне сай өткен 45 минуттық қабылдауында ата-аналардың көңіліне үміт сыйлар ештеңе айта алмады. Жарғыда қазақша жазылды ма? Жарғыда. Енді қазақша болсын мектеп. Егер ол аралас болатын болса, сендермен соттасамыз. Мақұл ма? Депутаттарға айтсын. Білім басшы жаңа министріне айтыңдар. Мынаны бір мектепті құламаған билік басындағыларға ұят мынау нәрсе. Осындай мемлекет басқарып болсындар. Бүйтіп отырғанша орындан босатқандар абзал. Жиналыста сөз алылмаған кейбір ата-ана тәпенұлын дәлізде тоқтатты. Аралас болу керек. 3 аралас мектебіміз бар уже. Қандай сұраныс? Кімнің сұранысы болып тұр сонда? Кімнің сұранысы болып тұр? Екі сияқты болу керек қой. Заңда сеніп жүрсіздер. Жүйсейін алады. Ипножительство алады. Ипножительство алады да. Осы мектепке береді екен. Олар орысша таңдай салады екен. Қашан берді айтты? Дәл осыны енді чатта жүр бізде. Чатта жүр, жақсы. Сынып жетекшісі визаларын тексер деп айтып жатыр. Яғни ертеден бізде қанша соғыстан қанша адам келіп жатыр. Оның барлығы біздің тілді құрметтеп, біз тілде оқымаса, біздің жерде, біздің ақшаға салынған мектеп қой ол. Релоканттар. Біздің неге құқығымыз қорғалмайды.
Жанымызда бір қазақша мектеп жоқ. Сіз айтып жатсыз, микроучасток бойынша қабылдайды деп. Микроучастокке уже аралас мектеп бар. Уже аралас. Не үшін бұны аралас қолға ашуымыз керек? Біз қазақ мектепке барғымыз келеді. Біз қазақ мектепке. Не үшін сіздер айтып алайын енді, болды ғой енді. Біріншіден жаңағы мына кісінің сұрағын түсініп тұрмын мен деген. Жаңағы сұрақты қойды. Россия, басқа елдің азаматтары келіп жазылып, жаңағы осы мектепке барамыз деп жатыр. Тағы да айтайын, жаңа айттым, бұл кісі есімей қалған шығар әлде. Шетел мемлекет елдің жаңағы ата-аналарының балдарын біздер мектеп қабылдауға құқылы емес. Оларды қай жаққа, қайсы мектепке қабылдайды, оны шешетіні Алматы қаласының білім басқармасының бұйрығы арқылы шешіледі. Шешілген жағдайда тек қана қайсы мектепте орын тапшылығы жоқ, мысалы дефицит жоқ ол жерде деген сыйымдылығы бар. Сол жерге шетел азаматтарының барлары біздің мен бұйрығымен жіберіледі. Бұл деген жалған әңгіме. Екіншіден, жаңағыдай Ресей азаматы болсын, басқа азамат болсын, қырғыз болсын, өзбек болсын, міндетті түрде олар біздің арқылы мектеп тек қана Қазақстан Республикасының азаматының балдарын қабылдайды ЕГОФ арқылы. Екінші сұрағыма жауап берсеңізші. Екінші сұрақ, дәл микроучастокке жанымызда 65-ші мектеп бар, аралас мектеп бар. Сол жаққа неге сіздер направить етпейсіздер? Соған барып оқы. Не үшін олар қазақ мектебі ашылу керек, мектепті аралас қылып ашу керек? Неге сіздер сол жаққа жібермейсіздер? Тағы да айтайын, біздер, сіздің де, тағы да басқа ата-аналарында 99% ол жердегі қара көздеріңіздің ұсыныстары, сұраныстары бар сол жерде тұратын. Мен баламды осындайға оқытамын дейді. Мен ол кісіге деген жоқ деп айта алмаймын заңға сәйкес. Неге? Аралас мектеп бар ғой бізде. Оны аралас емес, орысша қыла беріңіз. Ол жақта 300-ақ орын салынып берген крыло. Сол изначально СССРде орыс тілінде салынған мектептен біздің қазақ оқушыларды алып бері қарай көшіріңіз. Сосын халықты екіге бөлмей, ананы орыс, мынаны қазақ қылып неге қоймайсыздар? Неге жоқ деп Иә, сол айтамын, әдейі жасап отыр ғой. Бұндай жағдайға жету заңның чикілігінен дейді заңгерлер. Олардың айтуынша, егер мектеп аралас тілінде ашылатын болса, ата-аналар бұл мәселені сотқа дейін жеткізуге дайын. Халықтың талабы жазбаша түрде түсу керек. Халық қазір айтып отыр, біз 1000 адам қазақ тілді болып ашылуын қалап отырмыз, аралас мектепке мүлдем бармаймыз. Бірақ бұның бәрі сөз жүзінде қалып отыр. Ол телевидение ертең бір хаттама ретінде толтырмайды. Халық талап еткеннен кейін бұлар міндетті түрде оған жауап беру керек. Егер жауапта біздің талабымыз қанағаттандырылмаса, онда біз сотқа бере аламыз. Оның тәртібі сондай. Ал қазір енді бұлар заңның шеңберіне шыға алмай отыр. Шын мәнінде бұл заңның шикілігі. Аралас мектеп деген бізде заңға енгізіліп қойған. Ол бойынша қазір Қазақстан бойынша енді халық оянып келе тұр ғой. Петиция ұйымдастырып, жас жігіттерге бүкіл Қазақстан егер дауыс беретін болса, ол заңды алып тастауға болады. Мектеп не қазақша, не орысша болып ашылу керек. Аралас мектеп деген ол орыс мектеп. Сондықтан ол қай жай халықты алдауы. Тағы бір сұрақ, енді қазір қазақ мектебі ашылады деді ғой, бірақ алдағы уақытта орыс ата-аналарынан орысша класстар ашылуға өтініш қабылдаймыз деді, иә? Алдағы уақытта бұл қазақ мектебі аралас мектеп болып өзгеріп кетуі мүмкін бе негізі? Енді бұлар нақты жауап бермеді. Сондықтан да мен сізге айтып отырмын, талапты біз жазбаша түрде күшті қоюымыз керек. Егер бағанағы қазақ мектебі ашылады, кейіннен орыс мектебі ішінен ашылатын болса сыныбы, онда қазақ мектебінің талабы орындалмай қалады. Олар бәрі кетіп қалса, қайдан толтырады ол мектепті? Сонда бұларға шарт қою керек қой. Тек қазақ мектебіне барамыз дегендіктен бұл қазір қазақ азаматтары балаларын сол жерге өткізіп жатыр. Ертең олар аралас болып ашылатын болса, олар өздерінің талабы орындалмай қалады. Сонда бұл жерде айналып келгенде қазақтың құқығы тағы да тапталады да. Орыс тілділерге талдау мүмкіндігін береді, қазақ тілділерге талдау мүмкіндігін бермей жатыр. Ал қазақ тілділерінің таңдауы сол болып тұр. Біз тек қазақ мектебіне барамыз. Осы мәселені түсінсе екен деп ойлаймын. Жаңа келген ата-аналарға қысым жасалып жатыр дедіңіз ғой, сол туралы кішкене айтып бересіз бе? Жоқ, енді маған мысалы көп азаматтар айтып отыр, қысым жасалынып жатыр, кейбіреуінің жұмысына қысым жасалынып жатыр деген, мен оны жеткіздім. Бірақ ол жауап берді ғой, бұл жерде миграция бақылап жатыр, басқа бақылап жатыр деп. Енді сол жауабына қанағаттанатын шығармыз негізі. Содан кейін ондай тағы да бір кешеде мен адамдар айтып жатты, Ресей Федерациясынан адамдар алып келіп тіркеліп жатыр екен, мына аралас мектеп болу үшін деп. Оны да біз бақылап отырмыз дейді, соған сенейік. Себебі, шын мәнінде бірінші бағана жергілікті азаматтардың құқығы, содан кейін барып ол мектеп толмай қалса шет жақтан ала бастайды. Ол туралы жаңа релоканттар бар ғой, жаңа мигранттар ол туралы тіркеліп ЕГОФ-тан бір-біріне жаңа ойын ойнап жатса, біз полицияға арыз жазып қойдық. Соны бәрін тексеріңдер деп.
иә жаңа Еговтан келіп бәрі Бостандық ауданы тіркеліп алатын болса, соны аяқ астынан осы ұйымдастырса, соны тексеріңдер деп жазып қойдық оны ше. Нұрдин Айнаран жаңағыдай өтініш бойынша мен өкілі Сәрсенбаев Сабитхан. Енді қазір Мержан аға айтып отыр ғой. Жаңа өзі айтып қалды, байқадыңыздар ма, жарғы қазақ тілінде мектеп болсын деп істеп қойғанда, бірақ біз оны бір минут. Енді біз оны өзгерте аламыз деді. Оны өзгерту үшін бір апта керек әділет басқармасында. Қазір бір аптаның ішінде немесе 3 күн ішінде жаппай қазақ тілінде қазір Егов арқылы беріңіздерші көрейік сол кезде. Бәрі 100% болып кеткен кезде. Сол кезде не істейді екен? Өзгертемін дегенше. Жарғы бойынша қазақ тілді мектеп. Сондықтан қазір ата-аналар қазақ тіліне өтініштерін бере берсін. Одан кейін бұл жарғы бойынша қазақ тілінде болып ашылып, егер ертең араласпай ашылатын болса, бұл да бір сотқа берудің негізі. Біз қазақ мектебінде оқығымыз келеді деген ата-аналар әкімдік алдында ашық ақпаратқа өздерінің жан айқайын, талап өтініштерін жеткізді. Президентіміздің қаулысымен, бағдарламасымен жайлы мектеп болып ашылған, о баста устав бар екен қазақ тілді деген. Неге сіздер соны жоққа шығарып отырып, аралас болып қалуы деген өздеріңіз сондай мүмкін деп ажиотаж жасап отырсыздар. Неге сіздер білім министрі, білім басқармасы Сайран Сайфеденов мырза, неге бізге нақты және айтпадыңыз? Сіздерде осынша бала жиналды деп қана айттыңыздар, бір айдың ішінде шешіледі дедіңіз. Устав қазақ тілінде шықты, балалар саны, қазақ тілді балалар саны көп болып тұр. Осымен қазақ тілді болады десеңіздер, 3 күннің ішінде 2,5 баладан да көп бала сіздерге жиналады. Қазір ата-аналар бұл мектепке заявкаларын бермей отыр. Өйткені әлі де бізге жаңа кіріп шыққанның өзінде нақты қазақ болады дегенде жауап жоқ. Бір осы 90 ғана көреміз деген ғана жауап айтып отыр. Енді ата-аналар осы 90 үйінде отырып күтеді. Қандай болады екен деп. Сол кезде осы аралықта орыс сыныбына да егер ұсыныстар түссе, бұл мектеп аралас болып кетеді. Ондай кезде ешқандай ата-ана сол 140-та қазақ мектебінде қалып отыра береді. Бұл мектеп онда қазақ балалармен толмайтын болады. Бостандық ауданында бір ғана қазақ мектебі бар, 140. Қазақи нақышта, қоңырауына дейін қазақша соғылады, қазағымыздың күйі соғылады. Біз аралас мектепке барсақ, мен өзім араласта оққам, оны білем. Біз барлығымен санасуымыз керек, конституцияны қолға алады. Соны жаңағыдей айтады, конституцияда заң бар, бәріміз бірдейміз. Мен барлығын ойлап тұрмын, біліп тұрмын, бірақ нағыз қазақ болу үшін алдымен мектеп қазақ тілді болу керек. Сонда ғана 140-шы гимназия сияқты қазақи нақышта қазақ сыныптары толады. Соны ойласаңыздар. Үйіміздің жанында тек қана аралас мектептер. Сол үшін біз шырылдап жүргенімізде сол ғой, өзіміздің адамымызда бір мектепті қазақ мектебі ашып берсінші. Қазақ балдары таза қазақ мектебінде оқысыншы, ешқайда жаутаңдамай, 140-қа жалынбай, қазақ мектебін ашып берсе, тып-тыныш қана өзіміздің адамымызда қазақ мектебінде оқысақ болды. Бізде басқа ешқандай не жоқ.